деп айтсақ болады. Соңғы минутыда басталды. Міне 3-ші раундтың қарқынды бәсеңдетуге болмайды. Екінші раундтың нәтижесін біз жақсы білеміз. Сол үшін де Махмуд Сабырханға қазір айқын басымдықпен жеңуі керек. 3-ші раундта төрешілердің көкейінде ешқандай күдік қалмасыншы. Жақсы. Сачин де шаршады. Ол да адам. Жастар арасында жетістігі бар екен, жетістікке жеткенін айттық. Бұл боксшының Акаш Кумардың өзін енді артта қалдырып әлем біріншілігіне келгеннен кейін Сачин мықты боксшы деген сөз. Соңғы секундтар. Жақсы, меніңше төрешілерді сендіре алды қазір. Жеңіске деген ынта-жігер зор болды Махмуд Сабырханның. 3-ші раундты ол басымдықта өткізді бәрі. Мына бір соққылардың барлығы есепке алыну керек. Жекпе-жек аяқталды. Үндістан қазір төрешілерінің қуанышына қараңыз. Қалай бұл сонда? Жеңіске жеткеніне сенімді сияқты қазір. Сачин Сивачтың жанкүйерлері. Ал біздің жанкүйерлер алаңдаулы. Оңай жекпе-жек болмайды. Бірінші кезеңнің өзінде ауыр жекпе-жектер болады. Бұл енді екінші кезеңдегі екінші жекпе-жегі. Махмуд Сабырхан 5-0, тамаша, бәрібір 5 төреші 3-ші раундта жеңісті Махмуд Сабырханға беріп отыр. Сондықтан да есеп 5-0, тамаша. Бүгінгі жарыс күніндегі 3-ші біздің боксшының жеңісі. Бұған дейін Асланбек Шымбергенов тамаша жекпе-жек өткізіп отыр. Көрейікші міне. Жекпе-жектің үздік сәттерін тамашалайық. Соққыда өткізді, және ұрды да. Да, хорошо, четко попадал Махмуд Сабырхан, поэтому сомнений не было. Разве что по второму раунду появились опасения, что судьи могут отдать преимущество его сопернику. Почему? Потому что неоднократно нас заслуживали, чего уж греха таить, на этом чемпионате мира. И, кстати, многие считают, что этот турнир скандальный. Впрочем, вполне было прогнозируемо, учитывая, что в Ташкенте этот турнир проходит, где зачастую медали раздают буквально своим боксерам.